Қазіргі заманда біздің кітапхананың басты міндеті зағип жандарға арналған құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіп, кітап қорын толықтыру, заман талабына сай оқырманның компьютерлік сауаттылығын арттырып, соның ішінде кітапхана ісіндегі инновациялық бастамалар туралы ой толғап, заманауи жаһандық дамуда барлық салаға ақпараттық технологияларды цифрлық нұсқаға көшіру арқылы зағип жандардың цифрлы форматтағы кітап оқуына бағыт беріп, компьютерлік сауаттылыққа үйретудеміз. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай республикалық бір ел бір кітап акциясы аясында тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап рухани мәдени жобасымен аударма жанры берілген болатын. Жамбыл облысы Мерке ауданында өткен шараға аударма жанры бойынша Эрих Мария Ремарктың Аманат өмір, Халид Хосейни жарқыраған мүмкін повесін аудио нұсқасын шығардық. Біздің оқырмандар шашки, шахмат және тоғызқұмалақтан жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болып жатыр. Зағиптарға арналған тифломагнитофон, үлкейтіп көрсетілген лупа, тифлофлеш плеерлердің жаңа моделі Clear Reader, сканерлеп және дауыстап оқуды оқырмандар қолдануда. Жанарым жүрегімде атты жобамен оқырмандар арасында зағип жандарды Braille жүйесі бойынша Braille қарпымен оқытып үйретудеміз. 2016 жылдан бастап Ресей кітапханасы мен АБ3715 бағдарламасымен тығыз байланыста жұмыс жасаудамыз. Зағип жандарды онлайн мен керекті кітаптарды тауып оқып, ол адамдарға біздің кітапхана пароль беріп, онлайн арқылы ашып, интернет желісіне кіріп тыңдай алады. Былтыр Әбіш Кекілбаевтың Braille қарпымен жазылған кітаптарымен және жаңа модульді тифлофлеш плеерлермен толықтырылды. Жетісу облысы кітапханашылары арасында заманауи кітапханашы болу заман талабы атты тақырыпта семинар тренинг өтті. Жоспар бойынша саусақ ұшымен сезіну, айсберг бағдарламасы бойынша Braille қарпіндегі кітаптар мен жайпақ баспалы кітаптарды енгізу бойынша семинар өткізілді. Қыркүйек айында Қарағанды облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арнайы кітапханасының ұйымдастыруымен көру қабілеті бұзылған пайдаланушылар арасында менің сүйікті кітабым атты республикалық эсселер байқауы өтті. Байқауға Жетісу облысының оқырмандары Гүлнара Демеуова мен Қарлығаш Бекенова қатысып, жүлделі орындарға ие болды. 13 қараша халықаралық зағиптар күніне орай зағип және нашар көретін азаматтарға арналған бөлімнің ұйымдастыруымен саусақ ұшындағы әлем атты байқауын өткіздік. Braille қарпінде жазылған мәтінді мәнерлеп оқу, дербес компьютерде арнайы бағдарламаларды қолдану, суретті саусақ ұшымен сезіну атты 3 кезеңнен тұратын байқауға қатысқан зағип жандарымыз диплом мен алғыс хаттармен марапатталды. Зағип жандардың сұранысын қанағаттандырып, сауаттылығын, білімін арттыру, оқуға баулу мен үшін үлкен құрмет. Рухани қазына 2023 фестиваліне қатысып отырған әріптестеріме және қазылар алқасына сәттілік тілеймін.